Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге кеспе сорпасын жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттарымыздың бәрін кесіп турап аламыз. Картошкамызды, етімізді майдалап турап алдық. Пияз, сәбіз, бұрыш, помидор бәрін турап дайындап алдық. Ең алдымен қазанымызға астын жағып, майымызды құйып аламыз. Қызып тұрған майдың үстіне етімізді салып қуырып аламыз. Етіміз осылай қуырылады, көбігі шығып, көбігі басылғасын, оның үстіне пиязын салып, тағы да араластырып қуырамыз. Жақсылап араластырып, оның үстіне бұрыш, помидор, сәбізімізді салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Оның үстіне бір қасық тұзымызды салып, араластырып, кішкене қуырып аламыз. Қуырылғасын, оның үстіне суымызды құйып аламыз. Мен 4 кружка су құйдым. Суын көбірек құйып, баяу отта қайнатып қоямыз. Енді ол аралықта ұнымызды алып, 300 грамм ұнға 1 қасық тұз, 1 жұмыртқа салып, жақсылап араластырып илейміз, қамыр илейміз. Осылай қамырымызды илеп алып, пакетке 10-15 минутқа бастырып қойып қоямыз. Бойын алғанша. Енді бойын алдырып, оны тағы да мұжғылап, кішкене 5 минут тындырып аламыз. Қазанымыз әдемі қайнап жатыр. Енді оның үстіне картошкамызды саламыз. Қамырымыз енді дайын. Оны ұн сеуіп жайып аламыз. Қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Астына фартук төсеп, қамырымызды жарты сағатқа тындырып қоямыз. Сорпамыз дайын, әдемі қайнап жатыр. Енді қамырымыз сәл қатқасын, оны осылайша оқтауға, осылайша орап, осылай аламыз. Оқтаудан шығарып аламыз. Енді қамырымызды әдемілеп майдалап кесіп шығамыз. Қамырымыз әдемі кесілді. Енді оны сорпамызға сала беруге болады. 5 минут аралығында қайнатсақ, сорпамыз, кеспе сорпамыз дайын болады. Сорпамыз әдемі қайнады. Енді оны дастарханға тарта беруге болады. Сорпамыз дайын. Құрметті көрермендер, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Әдемі сорпа болды. Адамдар сүйсініп ішеді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп-көп рахмет.